Орталық аппаратында үкімет мүшелері мен мәжіліс депутаттары қатысқан кездесуде белгілі болды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің айтуынша, аймақтарда доктрина жобасы қызу талқыланып, әбден сүзгіден өткен. Ендігі қадам саяси ұйымның жарғысына енгізілетін өзгерістерді тағы бір пысықтау. Бұған дейін арнайы құрылған жұмыс тобы құндылықтар жиынтығын әбден зерделеп, жоба нұсқасын әзірлепті. Ол алдағы 15-ші съезд жұмысына ұсынылады. Отырыста Бауыржан Байбек өз партияластарын съезд жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету және сайлау алды бағдарламаларды орындауға шақырды. Ал үкімет басшысының орынбасары Бақытжан Сағынтаев тұғырнаманың 20% іске асырылғанын атап өтті. Өздеріңіз білетіндей, біздің партияның негізгі құжаты ол сайлауалдық тұғырнама. Сол кезде біздің партия, халық партиясы болған соң, халыққа жария түрде өз ұсыныстарын, өз уәделерін берді. Сол себептен біз бүгін осы жұмыстарды тағы бір рет қолға алып, үкіметпен бірлесе отырып, осы жұмысты жүйелі түрде күшейтуіміз қажет. Жыл басында үкіметтің отырысында партияның сайлауалды тұғырнамасын жүзеге асыруға бағытталған 360-тан астам іс-шараны қамтитын жоспары қаралды. Бүгінгі таңда жоспардың 68 іс-шарасы жүзеге асты, 252-сі жүзеге асырылу үстінде, 27-сінің іске асыру мерзімі келген жоқ, объективті себептермен 15-нің мерзімі кейінге шегерілді.